Білесің бе, 14 ғасырда Европада неге жарты халық қырылды? Қара індет қалай адамдарды жылдам жұқтырды? Бүгінгі видеомда Европа тарихындағы қара індеттің таралуы туралы айтатын боламын. Батыс Европа халқының саны 11 ғасырдан бері үнемі өсумен болды. Халықтың азық-түлікпен толық қамтамасыз ету мүмкін болмады. Еуропада 14 ғасырдан бастап климат нашарлады, ауа райы суытып, қуаңшылық орын алды. Жиі ашаршылық болып тұрды. Үнемі асқа жарымаудың әсеріне адамдар жұқпалы аурулармен ауырды. 1347 жылы ең қауіпті індет басталды. Індет әсіресе қалаларда қатты болып, 3 жыл ішінде осы аурудан Еуропа халқының 1/3 қаза тапты. 14 ғасырдың ортасында қорқынышты бұл ауру қара індет деп аталды. 14 ғасырда осындай жағымсыз өзгерістер шаруалар көтерілісіне алып келді. 14 ғасырда шаруалардың жағдайы әсіресе Англия мен Францияда нашар болды. Себебі екі мемлекет арасында 100 жылдық соғыс болып жатқан еді. Жауласушы әскерлердің шексіз қақтығыстары француз шаруалары күйзелтті. Англияда әскери қимылдар жүргізілсе де, үкімет соғыс үшін жаңа салықтар талап етіп отырды. Ағылшын әскерлері шаруалардан тұратындықтан олар өз қожаларына тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл себептер 14 ғасырда Англия мен Францияда басталған екі ірі шаруалар көтерілісіне әкеліп соқтырды. Жаккери көтерілісі 1358 жылы солтүстік Франциядан болған ірі шаруалар қозғалысы. Атауын Жейкус деп аталған қарапайым француз шаруаларынан алған. Қара індеттен кейін халық саны күрт азайып, еңбек күші тапшы болды. Бірақ феодалдар шаруалардың жағдайын жақсартуға қарсы болып, бұрынғы тәуелділікті қайтаруға тырысты. 100 жылдық соғыс пен індеттен кейін босап қалған қазынаны толтыру үшін салға аударылды. Соғыс салдарында ағылшын әскері мен француз феодалдарының жасақтары елді тонап, ауылдарды күйретті. Көтеріліс басшысы Гийом Калль кәсіби ұйымдастырушылық қабілеті мықты шаруа басшысы болды. Гийом Калль шаруаларды біріктіріп, тәртіп енгізді және қозғалысы басқаруда маңызды рөл атқарды. Ол көтерілісшілерді феодалдарға қарсы ұйымдасқан күшке айналдырды. Көтерілістің барысы қала тұрғындарының бір бөлігі шаруаларға қолдау көрсетіп, көтеріліс қысқа уақыт ішінде Францияның бірнеше аймағына таралды. Нәтижесінде феодалдар көтерілісті қатыгездікпен басып жаншып, Гийом Калль қолға түсіп азаппен өлтірілді. Көтеріліс жеңілгенімен ол Францияға қоғамда әлеуметтік теңсіздік пен феодалдық қыспаққа қарсы ең ірі қозғалыстардың бірі ретінде тарихта қалды. Оттайлар көтерілісі 1381 жылы Англия тарихында ең ірі шаруалар көтерілістерінің бірі. Ол негізінен ауыл шаруалары мен қалалық кедейлер арасында болған әлеуметтік-экономикалық әділетсіздікке қарсы бағытталған көтерілістердің бірі. 1380 жылы король 3 Ричардтың үкіметі Франциямен соғыс үшін жаңа салық енгізілді. Бұл халықты қатты ренжітті. 1347-1351 жылдары Англияда тараған қара індет халық санын азайтып, жұмыс күші тапшылығы туғызды. Жер иелері жалақыны төмендетіп, еркіндікті шектеуге тырысты. Шаруалар мен қарапайым адамдар жер иелерінің ауыр талаптары мен феодалдық заңдарға қарсы шықты. Оттайлар көтерілісшілермен Лондонға жетіп, король сарайын қоршап, салыққа қарсы наразылықтарын білдірді. Кейін көтерілісшілер кейбір жетекшілері, соның ішінде Оттайлар, Лондондағы діни және ауқатты адамдарды өлтірді. Король 3 Ричард көтерілісшілермен бейбіт келісім жасаймыз деп уәде берді. Бірақ кейін Оттайлар өлтірілді. Көтеріліс қатаң түрде басылып, көптеген шаруа жазаланды. Салық қысымы уақытша жеңілді, бірақ феодалдық жүйе өз орнында қалды. Бұл көтеріліс Англиядағы әлеуметтік теңсіздік пен феодалдық әділетсіздікті ашық көрсетті. Шаруалардың саяси белсенділігі және халық арасында бірліктің күшін дәлелдеді.